Мектеп пен институттағы жылдарым туралы видеоның соңғы ретінде постскриптум дейік, алған кәсіби білімім туралы айтқандарымды толықтыра кеткім келеді. Алдыңғы видео интервьюде республикалық физмат мектебін бітірген соң білім алуды жалғастырудың логикалық және жалғыз жолы Казгудың физфагы болды деп айтқанымда, ол кішкене шындыққа жанасыңқырамайды. Тағы бір дерек есіме түсіп отыр. Басқа тағы бір ұсыныс болған, бірақ мен оны қабыл алмадым. 10-шы сыныпта оқып жүрген кезімізде бір күні досым екеумізді мұғалімдер бөлмесіне шақырды. Онда отырған екі кісі өздерін Қазақ КСР-ның мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің өкілдеріміз деп таныстырды. Олар бізге қауіпсіздік комитеті жергілікті кадр дайындау қажет болған соң, Мәскеудегі КГБ-ның жоғарғы мектебіне, техникалық факультетіне жолдама беріп жатқанын айтты. Ол жақтың қабылдау емтихандары қиын болғандықтан, сүрінбей өту үшін білімің өте жақсы болу керек. Сол себепті таңдау маған және менің досыма түсіпті. Мұны естігенде алғашқы реакциям әрине өте керемет болды. Өзіңіз ойлаңызшы, біз ол кезде баламыз, ал бізді КГБ-ға, яғни мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне шақырып жатыр. Көңіліміз марқайып қалды. КГБ ол кезде жабық, құпияға бөленген бір сондай құдіретті, күшті үйім болатын. Мен үйге келе салып, ата-анама осылай да осылай маған Мәскеуге оқуға түсу туралы ұсыныс айтты дедім. Өзімнің келісім бергім келетінін де білдірдім. Ата-анам айтқандарымды байыппен тыңдады да, әкем, жақсы, таңдауың сол болса, шешіміңді қолдаймын деді. Ертеңгі күні демалыс күні болатын. Таң ертең әкем келіп, көрпемді сыпырып алды да, «Подъем, тұр» деп бар даусымен айғайлады. Ұйқыдан оянып кеттім. Шынын айтсам, ұйқым қанбаған, жылы төсекті қияр емеспін. Амалсыздан тұрдым да әкеме, неге, не болып қалды дедім. Ол кісі маған, үйрене бер балам, енді бұдан бұлай ұйқыңнан осылай оянатын боласың. Сен мемлекеттік қауіпсіздік комитетін таңдадың. Олар бұйрыққа бағынуы керек адамдар. Біреудің бұйрығымен өмір сүреді. Енді өз қалауыңмен өмір сүрмейсің, жүйеге бағынуың керек болады. Саған бұйрық беріп, не істеу керек екенін айтып отыратын жүйеге. Соған көнсең, бүгін ғана емес, алдағы өміріңде де осылай болады. Осыған келсең, өз таңдауыңды дұрыс жасағаның. Бұл сенің таңдауың. Бірақ есіңде болсын балам, алдағы уақытта мұндай өмір маған ұнамайды деп айта алмайсың. Бас тартып кетіп қала алмайсың. Өйткені сен ант бересің. Ант, яғни берілген бұйрыққа бағынуға мәжбүр боласың. Кейде өзің құрметтеуге лайық деп білмейтін адамдар саған бұйрық беруі мүмкін. Сен оны бұлжытпай орындауың керек болады. Өйткені олардың шені сенікінен жоғары. Бұйрықты орындауға мәжбүр боласың. Міне осылай. Осыдан кейін ойланып қалдым. Шынын айтсам, болашағымның сондай болар екендігі маған онша оңай қоймады. Біреу маған отыр десе отыруым керек. Сонда өзімнің таңдау жасауға құқым жоқ болғаны ғой. 3 күндей ойландым, досым да менің ойымды қолдады. Кейін бізге ұсыныс айта келген екі қызметкерді тауып, ұсыныстарынан бас тарттық. Мен оларға, бұл менің жолым емес, мен жай, бұлайша орысша айтқанда штатский адаммын. Қалауымша өмір сүремін, ұсыныстарыңызға көп рахмет деп, бірақ өзім қалаған жолмен жүргім келетінін айттым. Олар бұл сөзіме қатты таңғалып, біраз түңілгендей болды. Олардың неге соншалық көңілдері қалғанын кейін мемлекеттік комитет қызметкерлеріне жолым түскенде түсіндім. Олар ұсыныс айтар адамын, яғни кандидатты егжей-тегжей тексеріп, ұзақ зерттейді екен. Ал біз одан хабарсыз едік. Бас тартқанымызды естігендегі реакцияларын түсінбегеніміз де содан болар. Олар бізді зерттеп тануға ең кемі жарты жыл уақытын жоғалтқан екен. Кейін білдік.
Бізге ұсыныс жасамас бұрын біздің өмір тарихымызды, айналамызды зерттеген. Бұл айтылған оқиға менің білім алу таңдауыма қатысты жайт еді. Ол кезде 80-ші жылдары бұл ұсыныстан өзім саналы түрде бас тарттым. Міне, менің мектептегі шағым мен мамандық таңдауға қатысты оқиғаларым осымен толық айтылды деуге болады. Назарларыңызға рахмет. Жүздескенше сау болыңыздар.